Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2024-25 оқу жылында ауыл олимпиадасында 11 сынып бірінші кезеңде кездескен мына 26 есепті қарастырайық. Теңсіздікті шешіңіз дейді. 2x квадрат плюс 15x минус 17. Мынаның барлығы түбірдің астында тұр. Үлкен болады екен x плюс 3-тен. Енді екі жағдайды қарастыру керек. Егер x плюс 3 терістан болса, онда квадрат түбір әрқашанда теріс емес болады, үлкен болады. Ал квадрат түбір тек қана мына квадрат түбірдің астындағы өрнектің мәні болса болғаны. Ол әрқашанда нөлден үлкен немесе тең болу керек. Егер енді оң жақтағы өрнек x плюс 3 нөлден үлкен немесе тең болса, онда екі жағын квадраттап жіберуге болады. Сол жағы да теріс емес сан. Квадраттап жіберсек, x плюс 3-тің квадраты болады. Осында екі жүйенің бірігуі болады екен. Мына біріншісінен бастап шығарайық. Мынау a, мынау b болсын. a-дан бастап шығарайық. X кіші, сонда минус 3-тен. Мына 3-ті өткізіп жібердік оң жаққа қарай. Минус 3-тен кіші болу керек. Мына теңсіздікті шығарып болған соң екеуін қиылыстырамыз. 2x квадрат плюс 15x минус 17 үлкен немесе тең 0. Мына коэффициенттеріне қарайық. A қосылған B қосылған S тең 0 болады екен. 2 қосылған 15, 17 болды. Азайты 17 тең 0. Демек x1 тең болады 1-ге, x2 тең болады минус 17 бөлінген 2-ге. Минус s бөлінген a болады. Осы жерден енді минус 17 бөлінген 2 мен 1. Олар не болу керек? Минус 3-тен үлкен болу керек. Ал мынау минус 8,5. Минус 3 мына жақта қалып кетті. Минус 3-ке тең немесе минус 3-тен үлкен болу керек. Ал мына жерде шешім қалай болып тұр? 1-ден үлкен сандар минус 8,5-ға дейінгі сандар болып тұр. Сонда мына жерден шығатын жауап 1-ге тең немесе одан үлкен сандар болады екен. 1-ден басталып плюс шексіздікке дейін барады екен. Минус 3-тен кіші сандар. Минус 3-тен кіші сандар. Минус 3-тен кіші сандар. Мына жерін дұрыстайын. Минус 3-тен кіші сандар екен. Мен үлкен сандарды алып қойдым. Кіші сандар болады. Минус 3-тен кіші сандар. Сонда мына жерден шығатын шешім минус шексіздіктен минус 17 бөлінген 2-ге дейін болады екен. Енді b-сын қарастырайық. Мына жүйені қарастырайық. X үлкен немесе тең минус 3 болып тұр. 2x квадрат плюс 15x минус 17 үлкен x квадрат плюс 6x плюс 9-дан. X квадрат плюс 9x минус 26 үлкен 0-ден. Тең 81 қосылған 104 185 болды. X1 тең минус 9 минус турасында 185 бөлінген 2. X2 тең минус 9 плюс турасында 185 бөлінген 2. Енді мына нүктелерді қай жерге белгілеуді білу үшін шамамен шығарып жіберейік. Түбір астында 185-ті
169 bolsa 13 boladi ya. 196 bolsa 14 boladi. Şamamen 13,6 dep jaza berin. 2'ge bölgenge de ыңгайлуу boladi. Şamamen -9 -13,6 bölüngen 2 sonda -22,6 bolsa -11,3 boldu muna. -9 plus 13 4,6 bolsa 2 bölse 2,3 boldu ya. Muna şamamen 2 öyle şamamen çıkıp жатыр. -3 var bizde tağda. Muna 2'ün belgilep koyak endi. -9 -1 aslında 185 bölüngen 2 tağı bir töbörü -9 plus 180 töbörü aslında 185 bölüngen 2 boldu ya. Osu yerden bizge ülkenler kaşet eken. Muna kaşet eken bizge. Sonda endi -3'ten ülken bolsun dep жатыр. -3 muna jerde bolot. Sodan ülken nemese teң bolsun dep жатыр. Sonda tek gana muna aralık boladi eken. Muna aralıkta alamız cevapka. Osu yerden bastap plus şeksizlikке deyin baradi. Cevabını jazayık endi. Birinchisinde çıkan cevap mınau. Minus şeksizlikten minus 17 bölüngen 2'ge deyin. İkincisinden çıkan cevap -9 plus tübür aslında 185 bölüngen 2'den bastalat plus şeksizlikке deyin. Osunda cevap izleyimiz endi. Nabısı boladi eken. Osu boladi. 9 ben tübür aslında 185'in orun austurup жазган, birak tаңбасы solay turuyor. -9 muna jer plus, muna jerde plus eken. Plus şeksizlik 2 minus şeksizlik minus 17 bölüngen 2 jakşa muna jer karapayım jakşa boladi eken. Sonымен muna esep çıktı. Sağ bolыңыздар.